Саламатсыздар ма? Азаттық жаһан жаңалықтарын сынат бүгінгі халықаралық хабарлардың бастыларын мыналар. Samsung басшыларына Оңтүстік Корея президентіне пара берді деген айып ресми түрде тағылды. ФБР директоры президент Трамптың Обама телефондарымды тыңдатты деген айыптауын терістеді. Израиль ғалымдары ғарышкерлерді күннің зиянды сәулесінен қорғайтын костюм жасап шығарды. Дүйсенбі күні Сеул прокуратурасы Samsung компаниясының басшыларын ресми түрде Оңтүстік Кореяның импичмент жарияланған президентіне пара берді деп айыптады. Сот бірнеше күннен соң басталмақшы. Сеул прокуратурасының арнайы прокуроры Пак Кын Су дүйсенбі күні Samsung компаниясының жетекшілерінің бірі Ли Чжи Йонды тергеу ісін қорытындылады. Прокурордың сөзінше компания басшысы бірнеше адаммен топ құрып, өздеріне қолдау табу үшін президент Пак Кын Хе мен оның құрбысы Чхве Сун Силге пара берген. Прокуратура осы параның көмегімен Samsung 2 жыл бұрын шығынға қарамастан 2 филиалын біріктіру туралы шешімді ұлттық зейнетақы қызметіне мақұлдатып алған деп санайды. Компания басшылығына қатысты сот наурыздың 9-ында басталмақшы. Жемқорлық дауының шеті шыққанда былтыр желтоқсанда Оңтүстік Корея парламенті президент Пак Кын Хені өкілетінен айырып, оған импичмент жариялаған еді. Импичменттің заңдылығына қатысты соңғы шешімді Конституция кеңесі осы айда шығармақ. Президент пен оның құрбысы өздеріне тағылған айыпты мойындамайды. Солтүстік Корея көршілері Оңтүстік Корея мен Жапонияның наразылығына қарамастан дүйсенбіде 4 бірдей баллистикалық зымыран атып сынап көрді. Дүйсенбіде Жапония мен Оңтүстік Корея Пхеньянның 4 бірдей баллистикалық зымыран атып сынақ өткізгенін айыптап шықты. Сеул мен Токио Солтүстік Кореяның бұл әрекетін Біріккен ұлттар ұйымының қарарын бұзу деп санайды. Наурыздың 6-сында Пхеньян атқан 4 баллистикалық зымыранның үшеуі 1000 шақырым қашықтыққа ұшып, Жапонияның жағалау суына жетіп құлаған. Оңтүстік Кореялық сарапшылар бұл зымырандар құрлықаралық түрге жатпайды деген пікір айтты. Солтүстік Кореяның басшысы Ким Чен Ын өткен аптада Вашингтон мен Сеул бірлескен әскери жаттығу бастаған соң бұған қарсы шара қолданатынын мәлімдеген. ақш президенті Дональд Трамптың бұрынғы президент Барак Обаманы сайлау науқаны кезінде телефонымды тыңдатты деген айыптауын ФБР-дің жоққа шығарғаны хабарланды. Нью-Йорк Таймс газетінің жексенбі күні хабары бойынша ФБР директоры Джеймс Коми президент Дональд Трамптың сайлау кезінде телефонымды тыңдатты деп бұрынғы президент Барак Обамаға таққан айыбын әділет министрлігінен ресми түрде терістеуді сұраған. Лауазымды ақпарат көздерінің айтуынша Коми президент Трамптың мәлімдемесін жалған деп сипаттаған. Трамп сенбі күні Обамаға Трамп Тауэрс ғимаратындағы телефондарымды тыңдатты деп айып таққанымен ешқандай дәлел келтірмеген еді. Барак Обаманың өкілі бұл сөзді теріске шығарып, ақш президенті өз елінің ешбір азаматын құпия түрде тыңдауға бұйрық бере алмайтынын айтқан. Халықаралық әйелдер күні қарсаңында Ұлыбритания мен Польшада мыңдаған әйел құқықтарын талап етіп шеруге шықты. Жексенбі күні Лондонда Care International қайырымдылық қорының бастамасымен демонстрация ұйымдастырған белсенділер биліктің назарын босқан әйелдердің жағдайына аудартуға тырысты. Шеруде сөз сөйлеген әнші Энни Леннокс лагерлерде тұрып жатқан босқан әйелдердің саны қазір екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі кезден де көп деді. Ал Польша астанасы Варшавада митинг ұйымдастырған әйелдер билік басындағы құқық пен әділет партиясының аборт жасату туралы заң талаптарын қатайту туралы жоспарына қарсы шықты. Елдегі ықпалы күшті католик шіркеуі аборт жасау мен контрацепция тәсіліне мүлдем тыйым салуды қалайды. Ал билік партиясы былтырдан бері абортты көп жағдайда заңсыз деп танитын шектеулер енгізген. Израильдік Стемрат компаниясы ғарышкерлерді күн радиациясынан қорғайтын кеудеше ойлап тапты. Мамандар бұл киім болашақта планетаралық саяхатқа шыққан уақытта сұранысқа ие болады деп үміттенеді. Өндірушілер бір жағынан адам ағзасын зиянды сәуледен қорғайтын, екінші жағынан ғарышкерлердің жүріп тұруына ыңғайлы қозғалыстарына кедергі келтірмейтін кеудеше жасауды көптен бері жоспарлап жүрген. Израильді ғалымдар жасап шыққан костюм бірнеше қабаттан тұрады. Ешбір металл қолданбағандықтан киімнің салмағы жеңіл болып шыққан. Стемраттың басшысы Орен Милштейн өздері тіккен киіммен болашақтың космонавтары алыс ғарышқа сапар шегіп, тіпті Марсқа да қона алады деп санайды. Бұл костюм Lockheed Martin, NASA және
Европалық ғарыш агенттігінің бірлескен жобасы Орион ғарыш кемесі келесі жылы ұшырылған кезде сынақтан өтеді. Бүгінгі жер әлеміне жеткен хабарлар реті осындай болды. Толық ақпарат веб-сайтымыздан алыңыздар. Тағы жүздескенше күн жақсы.